Көбіміз атушылы «Игра в кальмара» атты сериалды көрген шығармыз. Ол сериалда кәрістердің балаларға арналған ұлттық ойындары көрсетілген. Ал бізде қандай ұлттық ойындар бар? Ал қазақтар, енді сендердің ойындарыңды көрейік. Сонымен, бүгінгі шығарылымда білетіндеріңіз. 9 құмалақ бас кезінде қалай ойналды? Қалайша Қазақстан футбол құрамасы әлем чемпионы бола алады? Қазақтың регбиіне асық қайдан алынады және сақа қалай жасалынады? Қазақтың қанша ұлттық ойындары бар? Қызық секілді, бастайық. Қазақтың ұлттық ойындары дегенде ең бірінші басқа келетін нәрсе ол асық. Асықпен ойнайтын ойындар өте көп және олар ежелден бері келе жатыр. Мысалы, қола дәуіріне жататын обаларды зерттеген кезде жас балалардың жерленген жерінен асықтар табылған. Көшпелі өмір салты қалыптасқанымен асықпен ойнайтын ойындар пайда болды деуге болады. Солардың кейбіреуін қарастырып өтейік. 5 асық. 5 асық не болмаса 5 тас ойыны. Атауынан біліп тұрғанымыздай, 5 асықпен не болмаса таспен ойналады. Оның ішінде сақасы болады. Былайша айтқанда ең бастысы. Бізге тең келетіндер жоқ қой, тағма отыр. 5 асық ойыны 13 кезеңнен тұрады. Әрбір кезең қолдың шапшаңдылығын қажет етеді. Кейбір кезеңдерді айтып кетейін. Бірінші кезеңде сақаны лақтырып, ол ауада болған кезде бір-бірден асықтарды жинап алу керек. Сақа жерге құлап қалмау қажет. Екінші кезеңде асықтарды 2-2-ден жинайды. Үшінші кезеңде үшеуін, кейін қалған біреуін алады. Төртінші кезеңде төртеуін жинайды. Барлық кезеңдерде сақаны жерге құлатпай қағып алу қажет. Бесінші кезеңде барлық асықты қолға алып сақаны лақтырады. Ол кезде асықтарды жібермей, жерді саусақпен 3-5 рет жалап жіберу керек. Ол кезеңді жалақ дейді. Сонымен қатар тағы да басқа қызықты кезеңдері болады. Ойын соңында асықтар арқылы ұпай жинайды. Әрбір асық 10 бал әкеледі. Кім ең көп ұпай жинайды, сол жеңеді. Ұпай жинауда бір кезең болып саналады. Мынауың қызық қой. Егер осы ойын «Игра в кальмара» атты сериалына кірсе, мүмкін ол сериалды көбірек адам қараушы еді. Асықпен тағы қандай ойындар бар? Келесі ойын асық ату. Осы ойында да сақа бар. Жалпы сақа басқа асықтарға қарағанда үлкенірек болады. Ал салмағы көбірек болу үшін оған қорғасын құйылады. Кезінде байдың балалары тіпті алтын құйған, яғни алтын сақа. Бізге тең келетіндер жоқ қой. Асық ату ойында асықтарды тізбектей қойып, оны сақамен атады. Атқан асықты ойыншы өзіне алады. Сонда егер балада асық көп болса, ол мықты ойыншының белгісі. Асықтар бойынша Геннадий Головкин секілді. Асық ату ойынында бірнеше түрі бар. Мысалы 3 табан. Ол ойында асықты ойыншының 3 табанынан асатын жерден шығару қажет. Әділдік деп осыны айт. Басқа түрі ол шеңбер сызып ойнау. Басты мақсат асықты шеңберден шығару. Сонымен қоса асықпен ойналатын ойындар өте көп. Кезінде фантазия мықты болған ғой. Асықты кейбіреуі қазақтың боулингі, бильярды, тіпті керлингі деп те айтады. Керемет. Ал асықтарды қазақтар қайдан алған? Асық қойдың жілігі мен жіліншігінің ортасында тұратын сүйек. Сонымен қатар ешкі, елік, сиыр, түйе, киік, арқар, тәутекенің де асығы ойында қолданылады. Тек жылқылардың асығы басқа пішіндес болып келеді, сол үшін ойында қолданылмайды. Ал асықсыз қандай ойындар бар? 9 құмалақ ойыны. Шахмат, нарды секілді арнаулы тақтада ойналатын ойындардың бірі қазақтың 9 құмалақ ойыны. Мен білем, егер асық ойыны асықпен ойналатын болса, ендеше 9 құмалақ ойыны құмалақпен ойналады. Дұрыс айтасың. Ал сонда құмалақ қайдан алынады? Қазір бәрін айтып беремін. 9 құмалақ ойынында өте көне ойын. Кейбір тарихшылар ол ойын 4000 жыл бұрын пайда болды десе, кейбіреуі одан ерте пайда болғанын айтады. Аңыз бойынша 9 құмалақ ойыны қойшылар ойлап тапқан. Ол былай болған. Бәке, осы құмалақпен ойнасақ қалай қарайсың? Жындысың ба? Қалай? Құмалақты кептіреміз, кейін жерді қазып ойнайтын алаңды жасаймыз. Жай жатқанша миымызды жаттықтырайық, көрейік. Мінеки, дәл осылай 9 құмалақ ойыны пайда болған еді. Қазіргі кезде құмалақты басқа материалдардан шар тәріздес қылып жасай бастаған. Бірақ ойынның атауы өзгеріссіз қалған. Сонымен қатар жерге қазылмай ойын тақтасы қолданылады. 9 құмалақ ойынында 2 қазан және 18 отау болады. Яғни 9-9-дан болады. Әрбір ойыншыға 81 құмалақтан беріледі. Ойыншы кез келген отаудан құмалақтарды алып,
келесі отауларға бір-бірден салады. Алған отаудан бір құмалақты қалдыру қажет. Егер соңғы түскен қарсыластың отауында жұпсан құмалақ болса, онда оны ойыншы иеленіп қазандыққа салады. Кім көп құмалақты қазандыққа салады, сол жеңеді. Яғни, кім 82 құмалақ жинаса, сол жеңеді. Сонымен қатар карта ойынында көзір секілді, осында да артықшылық беретін нәрсе бар. Ол тұздық. Тұздыққа түскен құмалақтар қазандыққа салынады, ал тұздықты бұлай алады. Егер де отауда 2 құмалақ болып, оған 3-ші құмалақ түсірсе, сол жерде тұздық салынады. Тұздық 9-ші отауға салынбайды. Керемет, осы ойын шынымен де логикалық санауға үйрететін ойын екен. Осы ойынды да сериалға кіргізуге болушы еді. Ал тағы қандай ойындар бар? Қазір қазақтар Toyota Camry көлігінен қалай түспейді, дәл солай ата-бабаларымыз аттан түспеген. Сол үшін қазақта аттың үстінде отырып ойнайтын ойындар өте көп. Кейбіреуін айтып кетейін. Аударыспақ. Өте қысқаша айтқанда ат үстіндегі күрес. Кім құлатады, сол жеңеді. Бәйге. Қазақтың формула 1-і. Яғни қай ат мәре сызығын бірінші болып өтеді, сол жеңеді. Бәйгенің де көп түрлері бар. Мысалы, аламан бәйге, ережелері жоқ бәйге, бой без правил секілді. Тағы да бәйге түрлері көп. Олар қашықтықпен, жылқы мен бәйгеге қатысатын адамның жасымен ерекшеленеді. Қыз қуу ойыны. Жігіт пен қыз баланың арасында ойналатын ойын. Қыз атын үстіне мініп, жігіттен сәл алда шаба бастайды. Жігіт ат үстіндегі қызды қуып жетуі қажет. Ертеде егер жігіт жетіп алса, қыз сол азаматқа тұрмысқа шыққан. Ал егер жете алмаса, қыздың қамшысының астында қалған. Қыз қуу жайлы бірінші болып Марко Поло жазып кеткен. Алайда Геродот та сақтарда қыз қууға ұқсас бір ойынды да айтып кеткен. Сонда егер қызға жігіт ұнаса, ендеше ол әдейі де ұтылып қалуы мүмкін ғой. Иә, дәл солай. Көкпар. Қазақтың регбиі көкпар. Жылқы үстінде ойналады. Футболда доп болса, көкпарда серке болады. Серке деген ешкінің атауы. Қазіргі кезде арнайы жасанды серкелер бар. Серкені алаңның ортасына қояды. Екі жақта қазандық болады. Қай команда серкені қарсыласының қазандығына жеткізсе, сол команда ұпай алады. Футболда гол десе, көкпарда салым дейді. Кім көп салым жасайды, сол жеңеді. Осы ойын регбиден де қызық болып тұр ғой. Менің де ойым дәл сондай. Ләңгі. Бала кезден бастап ойнайтын ойын. Жүнге қорғасын құйылып ләңгі жасалады. Ләңгіні аяқпен қағу арқылы ұпай жиналады. Қағудың бірнеше түрі бар. Қағу неғұрлым қиын болса, соғұрлым ұпайда көбірек бөлінеді. Менің ойымша, егер біздің футбол ойыншылары ләңгіні бала кезден тепсе, баяғыда әлем чемпионы болушы еді. Қазақтың ұлттық ойындары көп екен. Иә, қазақтың ұлттық ойындары өте көп. Олардың барлығын айта берсек уақыт жетпейді. Сонымен қоса қазақтарда қазақша күрес, айгөлек, теңге алу, жамба ату, тартыс және тағы да басқа ұлттық ойындар өте көп. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен болған Тарих Марих. Адалдық берсін асына, амандық берсін басына, пака-пака дей бермей, бердім бата соңында. Әумин.